Менің есімім Эльмира Қайсарбайқызы Идрисова, экономика ғылымдарының кандидаты, профессор. Бүгінгі таңда халықаралық Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ-Түрік университетінің оқу әдістемелік іс жөніндегі вице-ректорымын. Жалпы мен үшін бұл университет жаңа университет. Университетке шақырған кезде мені өзімді қызықтырған нәрселер ол халықаралық университетте бір жағынан, екінші жағынан екі мемлекеттің құзыреттілігімен құрылған университетте, екі мемлекеттің үкіметімен қадағаланатын университетте қандай өзгерістер жасап, менің өзімнің 35 жылдай тәжірибемнен қай жағына мен пайдалы болады деген үмітпенен келдім бұл университетке. Ниетім сол тәжірибемді, менің өмірімде көп сұрақтар болатын. Регионалдық университеттерде өзгерістер енгізуге болады ма? Оның ішінде мемлекеттік университетте. Мысалы үшін, менің бұның алдында үлкен экономикалық университетте, нархоз университетінде тәжірибем болған. Сол кездегі үлкен трансформациялардан өткен кезде көптеген әріптестер сұрақ қоятын. Регионалдық вузда, болмаса мемлекеттік вузда дәл осы өзгерістерді жасауға болады ма, мүмкін ба деген сияқты. Мен ол әріптестерге әрдайым мүмкін деп жауап беретімін. Неліктен мүмкін? Ол тек қана университеттің басшылығының ойына, солардың санасына, солардың жаңағы саяси көзқарасына байланысты деп айтатын. Өйткені университеттің басшылығы егер осы университетті дұрыс деңгейде дамытамын деген ойда болса, онда көптеген өзгерістер, трансформациялар мүмкін. Сол нәрсені өзім үшін дәлелдеу үшін мен осы университетке келдім. Осы университетке шақырған кезде менің ең алғашқы алдыма қойған мақсатым ол шын мәнінде осынша жылда жинаған тәжірибемді бүгінгі таңда регионда орналасқан, бірақ халықаралық деңгейде өзінің арнайы деңгейі бар университетте көрсетіп, ол сол тәжірибемді қолдана отырып трансформация жасауға көмектесу. Сол менің мақсатым, сол мақсатқа мен өзім сенімдімін. Түгел осы университеттің ұжымымен бірге, оқытушылармен, топ-менеджментпен бірге біз көптеген өзгерістерге қол жеткізе аламыз. Көптеген мүмкіншіліктерді қолдана отырып, университетті өзге деңгейге көтере аламыз деп ойлаймын. Өйткені бәріміздің ниетіміз, енді политическая воля дегенді қазақша аударғанда білмейміз. Саяси ниеті екен, солай дұрыс шығар. Сол ниетіміз дұрыс, тәжірибеміз бар, сеніміміз мол, ұстаған принциптеріміз бір. Мысалы үшін адалдық, әділеттік деймізді, жалпы осы жақсы қағидаларды ұстана отырып, құндылықтарды қолдана отырып, университеттің көптеген салаларын өзгертуге тырысамыз деп ойлаймын. Жалпы биыл қабылдау комиссиясына да жауапты болып тағайындалдым проректорлар ретінен. Менің енді үлкен мақсатым осы қабылдау комиссиясымен бірге шын мәнінде осы университетті адалдық, әділеттік алаңы жасау. Бұл жерде мен басқа университеттерде істеген тәжірибем бойынша, менің ойымша қабылдау комиссиясына ең бірінші біз студенттерді тартуымыз керек. Көбірек студенттерді тартуымыз керек. Өзіміздің студенттерімізді сол жердегі бағыт бағдар беретін біздің келетін талапкерлерге ол біздің студенттеріміз болу керек. Енді ол істі біз биыл бірден іске асырамауымыз да мүмкін, бірақ жалпы күннің күнінде осы университетте кәсіби бағдар беретін, білім алушы талапкерлердің көбісіне бағдар беретін адамдар, ол біздің көмекшілеріміз студенттер болады деп ойлаймын. Ал енді қандай талапкер? 21-ші жылы қандай талапкерді күтемін мен? Біріншіден, бүгін бір кездесуде де айтылып қалды, ол сапалы талапкерлер болу керек. Саны емес, сапасы керек. Негізі бұл университетке шын мәнінде грант негізінде мемлекеттік тапсырыс негізінде көптеген балалар түседі. Жылда 2000-ға жуық Қазақстанның гранты бар, жаңағы Түркия мемлекет тарапынан берілетін квоталар бар. Сол негізінде 2000-ға жуық студенттер қабылданады. Осы жердегі менің арманым неғұрлым талантты,
неғұрлым сапалы, неғұрлым білімді балалар келсе, онда біздің мына орта солай қалыптасады. Өйткені мен өзіміздің оқытушыларға да айтам, ең маңызды біздердің тарапымыздан, ең маңыздысы біз дұрыс білім беруіміз керек. Дұрыс білім бермесек, біз өзіміздің болашағымызға өзіміз балта шабамыз. Біз өзіміздің болашағымызға, біздің қарапайым халқымыздың келіп атқан бала-шағаға қиянат жасаймыз. Өйткені біздің болашағымыз солар. Сондықтан университет сондай бір таза, шын мәнінде деңгейлі, сапалы білім беретін, ертеңгі күні 100% жұмысқа тұрып кете алатындай, соған бәсекеге қабілетті балаларды дайындауымыз керек, түлектерді дайындауымыз керек. Ол біздің сапамен бірге бірдей тұратын үлкен бір міндетіміз. Сондықтан мен ойлаймын, ең маңыздысы, егер біздің алдымызда бір міндет қойып, сұраныс қоя алатын талапкерлер келсе, мен сіздің университетіңізді таңдадым. Сіз маған дұрыс білім беруге міндеттісіз деп, сондай талап қоя алатын жас біздің қазақстандықтар, болмаса мына түркі елдерінен жас талантты балдар келсе, онда біз өте бақыттымыз. Онда шын мәнінде бізде сондай орта қалыптасады. Берген сабақты, мысалы үшін, жай ғана қабылдап тыныш отыра беретін балдар керек емес. Бүгінгі күннің талабы, біз болашақ көшбасшыларды дайындауымыз керек. Соның ішінде талап қоя алатын, өзі бір жауапкершілікпен қарай алатын, бізге де талап қоя алатын талапкерлер келсе екен деп үміттенемін. Осыған орай мен бүгінгі 21 жылғы барлық мектеп түлектеріне бір үлкен ұсыныс айтқым келеді. Қазақстандағы белгілі халықаралық деңгейдегі университет, Қазақ-Түрік университеті, үлкен тұлғаның, үлкен бабамыздың атын иеленген, Қожа Ахмет Яссауи атамыздың, бабамыздың атын иеленген университетке қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Ізденісі бар, өзінің алдында үлкен талаптар қоятын, ертеңгі күні мемлекеттік деңгейдегі, халықаралық деңгейдегі білім алуға дайын. Басқа, мысалы үшін, мемлекетте бірінші санатта Түркия мемлекетінде білім алғысы келетін, өздерінің білімдері бар, өздеріне де жауапкершілік қоя алатын, талап қоя алатын, төңіректегі адамдардан да талап қоя алатын, бір жақсы ортаға түскісі келген балалардың бәрін, биылғы жылғы түлектерді мен осы университетке шақырамын. Сіздердің сенімдеріңізді толығымен ақтаймыз деп ойлаймын. Біз сол үшін осындамыз, біз сол үшін қызмет етеміз. Сол өзімізге міндеттелген нәрселердің бәріне біз жауап беруге дайынбыз. Сондықтан қош келдіңіздер деп айтқым келеді.